Ал балалар, қоңырау болды. Мен қоңырауға шығып келейін, сендер де шығып алыңдар. Сонымен барлық балалар өздері қоңырауға шығып кетті. Жүр кеттік, ана қызбен танысып көрейік та. Жарайды, жүр. Сәлем, сәлем. Не болды? Біртүрлі болып тұрмын, как будто бұрыннан бері таныс адамды көрген сияқты. Менде де сондай болып тұр. Қалайша ол? Жай әшейін солай ойлап қалған шығарсыңдар. Иә, мүмкін. Сенің есімің кім? Есімім Раяна. Жаңа айттым ғой. Сенің есімің Аяна, иә? Иә. Қызық, менің егізімнің есімі Аяна еді. Сен де маған қатты ұқсайды екенсің. Бірақ та мен сенің егізің емеспін, себебі менің мамам бар, және де мен жалғыз өзіммін. Қыздар, болды. Бұл жай сәйкестік шығар. Қоңырауға шығып кетейік. Кеттік, жүріңдер. Қыздар, келіңдер, кітап оқиық. Иә. Мен мына кітапты оқиын. Ал мен мына кітапты. Мен. О, мына не кітап? Ерекше екен. Неге ашылмай жатыр? Кім байлап тастаған? Ой, әрең ашылды ғой. Так, не кітап мынау? Ол сенің негізің? Не қуып кеткен кітап мынау? Менің негізім жоқ. Мен мамаммен бірге тұрам. Одан да басқа кітап оқиын. Қызық. Бұның есімі де Раяна, ал менің есімім Аяна. Есімдеріміз ұқсайды. Оның үстіне түріміз де ұқсайды. Бір қаладан боламыз. Мүмкін бұл сәйкестік па? Әлде шынымен мен оның негізімін ба? Мына кітаптағы сөзде бекерден бекер емес шығар. Білмеймін тіпті. Тағы да бұның негізі жоғалып кеткен. Мүмкін сәйкестік шығар. Бұл үлкен қала ғой. Бұл жерде менен басқа қаншама қыздар бар. Мен ойымша өтірік, жарайды, кітап оқи берейінші. Қыздар, қоңырау болды, кеттік. Қазір апай бізге ұрсады. Апай сонша қатал ма? Иә, қатал прям. Жарайды, қыздар, кеттік. Сен қалай ойлайсың? Мүмкін ол менің негізім ба? Мен олай ойламаймын. Сенің негізің емес. Осы қалада қаншама қыздар бар оған ұқсайтын. Бірақ та оны именно сен деп айтпаймын. Жарайды, түсінікті, рахмет. Мүмкін бұл қыз менің негізім шығар. Маған қатты ұқсайды. Есімі де Аяна. Білмеймін, бірақ та оның мамасы бар ғой. Оны мен точно Гүлнұр тәтеме айтуым керек. Анама айтпай-ақ қояйын. Әйтпесе ол точно Аянаны ойлап, кәдімгідей миыма жеп қояды. Ой, қызым, сабақтан қашан келгенсің? Қалай бірінші күнің қалай өтті? Нормально өтті, иә. Қалай, қарың ашып тұр ма? Иә, ашып тұр. Маған сұрақ қоя бермеңдер. Гүлнұр тәте, жүріңізші. Раянаға не болған? Мүлдем көңіл-күйі болмайтын болыпты. Көңіл-күйі болмай жүрген шығар. Иә, бірақ та оның бұндай мінезін көрген емеспін. Енді біздің қызымыз өсіп келе жатыр ғой. Егер де мінезі осындай болып бара жатса, мұнда оны тәрбиелеу керек. Иә, жаным. Ал жаным, бірінші күнің қалай өтті? Жақсы өтті ма? Иә, жақсы өтті. Бірақ та менде бір секрет бар, оны ешкімге айтпаңыз, жарай ма? Тек сізге ғана сеніп отырмын. Жарайды, қане айтшы. Мен өзімнің негізімді кездестірген сияқтымын, яғни Аянаны тапқан сияқтымын. Немене? Қайдан таптың сен оны? Ол қыз енді менімен бірге оқиды, бір сыныпта оқимыз. Мәссаған, бұны онда сенің срочно ата-анаң айту керек қой? Яғни точно ол Аяна ма? Иә, өте көп сәйкестік болды. Біріншіден есімі Аяна. Еще маған өте қатты ұқсайды, барлық сынып айтып жатыр. Одан соң ол менің қаламда тұрады. Мәссаған, онда бұл сәйкестік емес, ол сенің точно егізің болуы мүмкін. Бірақ та оны неге ата-анаң айтпайсың? Айтсам болды, шығады ғой. Аяна, ойбай, Аяна табылды деп. Сонда миымды жарып жібереді олар. Аяна деп. Онысына мен бір төсекте жатқым келмейді. Онысы да бір төсекке әрең сиямын. Ой, қызым-ау. Ешкімге айтпайсыз ба? Жарайды, айтпаймын. Жарайды, сізге сенемін. Тағы да не қызық бар мектепте? Короче, бүгін мынандай болды да. Анашы, мен келдім. Мен жаңа мектептен келіп қойғанмын. О, жаным сол. Кел, шайын іш. Не бокалын ұста.
Қарның ашқан шығар әбден, иә? Иә, қарным ашты. Ал бірінші күнің қалай өтті? Мә, саған сіз айтсам сенбейтін шығарсыз. Мен тура өзіме ұқсайтын қыз көрдім. Еще оның аты Раяна. Менің атыма қатты ұқсайды екен. Еще оның негізі жоғалып кетіпті. Немене? Өлі. Сосын не болды? Яғни ол маған қатты ұқсайды екен. Елдің бәрі айтып жатыр ғой солай. Бірақ та өзі байдың қызы ма, сондай екен. Ужас, енді не істеймін? Менің қызымды алып кетпесе болғаны. Сосын ол қыз не деді? Ол айтты, оның негізі жоғалып кетіпті. Ол кішкентай кезінде жоғалып кетіпті да. Одан бері 10 жыл өтіп кетіпті. Масқара. Мәс, саған енді не істеймін, менің қызымды танып қойып, өлі ана жоғалған егіз емес па деп шықпай ма? Мүмкін басқа мектепке ауыстырармын. Онда қызым жылап шығады ғой. Менің достарым бар ол жерде деп. Енді менің қызымды танып қоймаса жақсы болатын еді. Анашым, не ойланып кеттіңіз? Ай, қызым, ештеңе емес. Қане қызым, мына пешенеден же, кешегі пешене ғой. Так. Енді мен сабамды жасайын. Дәптерім қайда? Сумкамда жоқ. Мынақта шығар, может. Бұл жерде дәптер жоқ. Бұл жерде де жоқ. Ал может мынаның ішінде шығар. Мына менің бұрынғы кішкентай кезімдегі салған суреттерім ғой. Мынау да сол. Қандай әдемі? Мынау не? Бұл ескі хат қой, керек жоқ. Мынау не? Аяна жайлы? Мен жайлы ма? Ішінде не жазылыпты? Аяна, қызым, бергеші, магазинге барып кел. Жарайды, кейін оқимын. Қайда кетті дәптер? Не болды, анашым? Нан бітіп қапты, үйде нанға барып кеш. Жарайды. Анашым, айтпақшы, сандықтың ішінде бір хат тауып алдым. Ішінде мен жайлы екен, яғни Аяна жайлы деп жазылып тұрды. Қызым, сен не үшін сандықты ақтардың? Жай дәптерімді таппай қалдым, қайда кетіп қалғанын білмеймін. Екінші ол сандықты ашушы болмай жүре ма? Неге? Сол. Жарайды. Ал сенің дәптерің ана жерде тұр ғой, көзің соқыр ма? Білмей қалдым ғой. Анашым, неге сіз қатты ашуланып кеттіңіз, сандық деп едім. Қызым, менің айтқанымды тыңдағаның дұрыс болады. Мен қатты ашуланбай тұрған кезде жарайды дей сал, жарай ма қызым? Жарайды. Ал енді нанға барып кеш. Қызық, не жайлы болды екен сандықта? Ханым, мырза, сіздерге айтатын бір шұғыл хабарым бар. Қандай хабар, айта бер? Раянаның айтуы бойынша ол Аянаны көріпті. Яғни, былайша айтқанда, сәйкестер өте көп екен. Және ол қыз оның класында оқиды екен. Онымен қоса, оның есімі Аяна еще өзіне қатты ұқсайды екен. Сонымен қоса олар да осы қалада тұрады. Осынша сәйкестіктер таптық. Не? Онда бұл Аяна болуы мүмкін ба? Мен ол қызға баруым керек. Ханым, кешірім сұраймын. Жаным, кеттік, сол қызға баруымыз керек. Жоқ, асықпасаңшы. Сразу жетіп бара салуымыз ұят болады. Еще Раянаның айтуы бойынша ол қыздың мамасы бар екен. Мамасынан ұят болады, жетіп бара салғанымыз ұят болады. Бірақ та ол қыз менің қызым, оны мен тудым. Ханым, өтінем асықпаңыз, біз точносын білмейміз ғой. Бұл үлкен қала, бұл жерде қаншама оған ұқсайтын қыздар бар. Бірақ та менің көргім келеді. Кел, отыршы. Бірақ та баруымыз керек қой. Ханым, болды, қобалжымаңыз, қатты қобалжып кеттіңіз. Күн Аяна болуы мүмкін, мен қаншама жылдар бойы іздеп жүрген. Болды, ертең барып қаларымыз. Қатты уайымдап кеттің ғой. Қалайша уайымдамаймын, қаншама жылдар бойы іздеп жүрміз. Енді табылғанына өте қуаныштымын. Бірақ та ол точно Аяна ма, Аяна емес екенін ба біз білмейміз ғой. Жарайды, ертеңге дейін асықпай күтейін. Немене? Олар Аянаны тауып алайын деп жатыр ма? Гүлнұр әпке, оларға айтпаймын деп еді ғой.
Мә, Гүлнұр әпке не деген сатқын? Жетіп барып айтып тастапты менің секретімді. Енді бұлар Аянаны тауып алады да енді күні бойы қақсайды Аяна деп, ал мені тіпті ұмытып кетеді. Мен оған әлі көрсетемін. Ана жақта келген Раяна сияқты мен барып көріп келген ханым.